Жақында ғана Астана банкі өз клиенттеріне депозит бойынша тиімді пайыздық мөлшерлеме ұсынып, аз уақытта төлемдік карталарды дайындап, ыңғайлы жағдай жасауға ұмтылған болатын. Бірақ әп-сәтте жағдай өзгеріп сала берді. Енді сенімнен айырылған банк ірі клиенттер алдындағы борышын өтей алмай тығырыққа тірелген. Согласование есть у вас? Нет, вы хотя бы без камеры же можете пройти. Надо отключить его, у него включенная камера. Нет, мы без камеры же можем пройти. Ашу-ызаға булыққан кәсіпкерлер мекеме бөлімшелеріне басып кіріп, депозитті қайтаруды талап етуде. Салған аламын деп үміттенген бизнесменнің саны 10-нан асады. Көбінің жұмысы банктың кесірінен тұралап қалған. Жұмыскерлер алдындағы қарыз өсіп, кейбірі құрылыс материалдарына қажет соманы шығара алмай келеді екен. Бізде мәселе шотқа түскен ақшамызды алмай жатырмыз осы күнге дейін. Тапсырушылардың берген ақшасы бар, мемлекеттік тапсырыс бар ішінде. Осы күнге дейін салықты да төлей алмадық. Себебінде артық төлемге ұшырындық. Оның үстіне тағы да қазір айлықтың мәселесі таянып келе жатыр. Десе де банк қызметкерлері халықтың жағдайын түсінгенмен еш шара қолдана алмайтындықтарын жеткізді. Талап сол, керекті соманы тек маусымның 1-іне дейін бөлшектеп алуға ғана мүмкіндік бар. Осы банктен 30 миллиардтай вклад дейді ғой, сондай салым болды. То есть выдача. Енді соған байланысты қазір енді кішкене ликвидностьтің азайына байланысты қазір осындай қазір шара қолданылып жатыр. Бұл жағдай тек кәсіпкерлерді ғана емес, қарапайым халықты да тығырыққа тіреген. Оның ішінде болашақ бағдарламасы арқылы шетелге оқуға түскен студенттер де бар көрінеді. Қазірдің өзінде олар әлеуметтік желі арқылы биліктен араша сұрап, мәселені тездетіп шешуге өтініш айтып жатыр. Өйткені ай сайын түсетін шәкіртақыға шектеу қойылып, пәтер ақысы мен қарапайым азық-түлік сатып алудан кедергілер туындап отыр. Назым Мәлікқызы, Дәурен Зарипов, Алматы телеарнасы, Астанадан.